Бисмиллах, ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгінгі біздің видеоның тақырыбы жеке брендті нөлден құру және жеке брендтің пайдалану. Жалпы жеке бренд қалыптастыру арқылы қандай мүмкіндіктерге ие боламыз? Жеке бренд дегеніміз не деген сұрақтарға тоқталатын боламыз. Бұл сабақтан кейін сіз жеке брендіңізді немесе компанияңыздың брендін көтеруге үлкен көмек болары сөзсіз, иншалла. Жеке бренд табысты бизнес құрудың және кәсіби дамудың негізгі құралы. Жеке бренд арқылы сіз өзіңіз жеке ерекшеленіп, жеке тұлға болып қалыптасып бастайтын боласыз. Бұл видеода енді нөлден мен өзім қалай жеке бренд қалыптастырдым, сонымен бөліскім келіп тұр, пайдалы болар сөзсіз. Жеке бренд дегеніміз жалпы адамдардың сізді қалай қабылдайтыны және сіз туралы қандай ой қалыптастыратыны. Жеке бренд десе көбінесе көпшілік бір фотосессия жасай салу, сондаймен шектеліп жатады да, бір әдемі фотоларды түсіріп сала салу деген сияқты. Жоқ, жеке бренд бұл сіздің кәсіби беделдігіңіз бен нарықтан алатын орныңыз. Мысалға, көйіңкілзек болып қалыптасуыңыз. Бренд тек логотип немесе дизайн емес, бұл сіздің құндылықтарыңыз, тәжірибеңіз, өмірге деген өзіңіздің көзқарасыңыз. Мысалға, мен өзімнің инстаграмдағы жеке брендімді қалыптастырған жеке тұлға болып табыламын. Енді қазір жеке брендті YouTube каналымда қалыптастыру үшін әртүрлі құнды өзімнің білетін тәжірибелеріммен бөлісудемін. Жалпы жеке бренд қалыптастырған кездегі бір 5 нақты қадамды айтайын. Біріншіден, өзіңізді анықтау. Жеке бренд қалыптастыру үшін сіз кімсіз, қандай тұлғасыз? Нарықты зерттеу өзіңіздің салаңызда. Контенттің стратегиясын жасау, жеткізгіңіз келетін контенттің аудиториямен байланыс орнату және брендті масштабтау. Бұның енді әрқайсына мен сіздерге осы қағидаларға жеке-жеке тоқталғым келіп тұр. Себебі өзіңді анықтау жеке брендті қалай бастайсың, жеке бренд қалыптастырғысы келетін жандар өте көп. Өзіңді анықтау үшін бірінші өзіңізге сұрақ қойыңызшы, сіз кімсіз, қандай құндылықтарыңыз бар, өзгелерге, кімдерге пайдалы бола аласыз, қандай пайда бере аласыз деген сұрақты өзіңізге шынайы қойыңыз. Қандай тақырыптарды ашық, нақты түсіндіріп айтып бере аласыз деген сұрақтарды өзіңізге қойыңыз. Себебі бір адамның проблемасын шешіп бере алатын жан болсаңыз, демек сіз уже елге, халыққа керек жансыз. Екіншіден, нарықты зерттеу. Бұл жерде енді өзіңіздің аудиторияңызды анықтау үшін анализ жасау керек боламыз. Нарыққа анализ жасаймыз. Сізге ұқсас мамандарды тауып, олар қандай ұсыныстар беріп жатыр клиенттеріне, және олардың клиенттердің мәселелері қандай шешімдердің, қандай проблемалардың шешім беріп жатыр. Осыған нарыққа анализ жүргізу керек боласыз. Үшіншіден, контент стратегиясын жазу. Енді бұл жеке бренд арқылы біз әлеуметтік желілерде өзіміздің тұлғалығымызды, өзіміздің бере алатын дүниемізді бөліскен жатырмыз. Сол үшін сіздің контентіңіз құнды, қызықты, жүйелі болу керек. Бұл жерде жеке бренд қалыптастыруда тұрақты болу өте маңызды. Бірде бар, бірде жоқ болуға болмайды. Блог жүргізу, пайдалы посттар жазу, видео түсіру, енді маңызды құралдар дәл осы сіздің контентіңізге байланысты. Неге? Себебі дәл сіздің контентіңіз арқылы сізді өзгелер, көрермендер қабылдап бастайтын болады. Төртінші қадам, осы келген сізге аудиториямен байланыс орнату. Бұл жерде енді белсенді болу, сұрақтарға жауап беру. Мен тіпті осы YouTube каналын жүргізіп бастаған кезде де әр шығарылымға сыйлықтар беріп жатырмын да. Әр шығарылымға сұрақ қой, сұра, мен саған жауап беремін деп жатырмын да. Неге? Себебі мен осы аудиториямен тығыз байланыста болуым керек. Дәл осыны сіздерде ұстану керексіздер. Аудиторияңызға тек қана контент беру емес, ол кісілер вообще нені қалайды? Қандай дүниені сізден білгісі келеді? Тікелей қарым-қатынасқа шақыру. Көпшілікпен байланыс болу сіздің брендтің сенімділігін арттыратын болады. Мысалға, біз енді алдыңғы шығарылымдағы комментарийларды қарап отырып, осындай контенттер жасаймыз. Себебі көп адам қазір жеке тұлға болып қалыптасуда проблемаларға тап болып жатыр. Себебі өзі бір күшті кәсібі бар, өзі жоқ. 20 жыл кәсіпте жүрмін дейді, бірақ оны ешкім танымайды. Немесе біз сияқты бір 6 баланың анасы кәсібі де бар, жеке брендде қалыптастырған. Неге? Себебі дәл осы қадамдарды жасауда. Сен контент жүргізіп келдің, енді 5-ші қадам бізде брендті масштабтау. Бұл жерде кең аудиторияға жетіп, жаңа мүмкіндіктерді ашу деп айтатын едім. Себебі брендіңіздің белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін сіз оны масштабтау керек боласыз. Мысалға алатын болсақ, мен өзімді ала бергім келеді. Осы YouTube каналымды 2020 жылы ашқан екенмін. Дегенмен де TikTok, Instagram, Kaspi деп жүріп, басқа да бір маркетплейс, басқа да бір әлеуметтік желілерде жасап жүріп,
ютубқа өзімді әлі дайын емеспін, беретін ақпараттарымды сараладым, кімдерге мен пайдалы бола аламын, қалай пайдалы бола аламын деген сияқты. Енді ғана осы жаңа қадамды жасап жатырмын да. Бұл да бір менің жеке брендімнің масштабқа шығу деңгейі деп айта аламын. Дәл осындай масштабқа шығуға дайын болу керексіздер, масштабқа шығу керексіздер. Енді жеке брендтің қандай пайдасы бар? Вообще жеке бренд не үшін керек дейтін адамдар болады да. Себебі ол біріншіден кәсіби беделіңді арттырады. Танымал тұлға болатын болсаң, біздерге енді қазір көп адамдар өзіңіздің аудиторияңызбен бөлісіңізші деген жарнамалық ұсыныстар көп келеді үлкен компаниялардан. Екіншіден, клиенттер мен серіктестерді тартуға ыңғайлы болады, жеке брендіңіз қалыптасса. Қазір бізде CoinLife компаниясының әртүрлі қалалардан серіктестер бар. Мен Гүлзат Өтемісқызы болғаным үшін, мен осы кәсіпте жүрген тұлға болғаным үшін, олар менің жаңадан шыққан компаниямен серіктес болуға дайын. Дәл осындай мүмкіндіктерге ие боласыз. Одан да бөлек бизнесті тұрақты жүргізуге. Сізге сенім артатын жандар көп болғаннан кейін, жеке брендтің пайдасы сіздің бизнесіңіз тұрақты болады. Сіздің тұтынушыларыңыз да тұрақты болады. Сізді танитын болса, сіздің жеке брендіңіз бар болса. Енді кәсіби мүмкіндіктер өте көп болады жеке бренд болып қалыптасқан кезде. Ұсыныстар болады әртүрлі компаниялардан деген сияқты. И ол сіздің танымал тұлға болғаныңыздың, жеке брендіңіздің болғанының арқасында. Жеке брендті дамытуға арналған бір контентке идеялар бергім келеді. Неге? Себебі көп адам осы контенттен ақсап жатады. Жеке бренд қалыптастырып бастаған кезде көпшілігінің кәсіби кеңестер айтыңыз. Өзіңіздің білетін дүниелеріңізбен бөлісіңіз. Артық алып, біреуден көшірудің қажеті жоқ. Өмірлік тәжірибелеріңізбен бөлісіңіз. Болмай қалған сәттер болуы мүмкін, сізде де. Болмаса сіздің бір жақсы жасап кеткен, атып кеткен, мен қазір өзім өмірімнен алып, өзім тәжірибемнен алып қалай бөлісіп жатырмын, дәл солай бөлісіп отырсаңыздар болады. Одан кейін кері байланыс пен сұрақ жауап. Бұл енді сіздің контентіңізді көтеруге арналған дүние. Біздер әр шығарылымда сұрақ қойғызамыз және сол сұраққа жауап беру мақсатында осындай пайдалы ақпараттар береміз. Сол үшін міндетті түрде кері байланыс болу керек. Сіздің ол нақты тәжірибеңіз, құндылықтарыңыз сол сұрақ жауап арқылы беріліп отырады ғой. Сол сұраққа жауап беру арқылы сіз кәсіби маман екендігіңізді дәлелдейтін, көрсететін боласыз. Енді көп адам бұл контенттен бөлек жіберетін қателіктері жүйесіз жұмыс жасауы, жүйенің болмауы, қайда бара жатырғанын, қашанғы жұмыс жасайтынын білмеуі. Екіншіден, бәсекелестерді көшіру. Мен енді коллега деп айтамын, көбіне конкуренттерді көшіріп ала салудың қажеті жоқ. Сен өзің ерекше болу керексің, ерекше тұлға болып қалыптасу керексің. Үшінші жіберетін қателік бұл өз-өзіне сенбеу. Менің өзімде болған нәрсе, бұл қателіктің барлығы. Себебі мен ойлайтынмын, менен де айтатындар бар ғой, мен қалай айтып шығам деген сияқты. Себебі мен алғашқы видеода айтқанмын, кәсібі жоқ адамдар кәсіп туралы айтып жатса, мен біртүрлі боламын. Қалай ол кәсібі жоқ болып тұр, кәсіп туралы айтады деген сияқты. Немесе мен осындай бір өзіңе сенбеу, ол сенің жеке бренд қалыптастырудағы қателігіңе алып келеді. Сен бар білгеніңмен ғана жеке бренд бола аласың, жеке тұлға бола аласың, өзінің бар деңгейінде. Кәсіби бренд пен жеке брендтің қандай айырмашылығы бар? Мысалға, кәсіби бренд дегеніміз ол компанияның атынан жүретін бренд. Алмастехно, KZ деген біздің компаниямыз бар, CoinLife деген компаниямыз бар, және CoinGulzok, Гүлзат Өтемісқызы. Бұл екеуі екі түрлі болмақ. Неге? Себебі мен Гүлзат Өтемісқызы болып жеке адамдармен қарым-қатынасын орнатсам, ал CoinLife, Алмастехно компаниялар компанияның атында. Ол компанияның артында кім тұрғанын ешкім білмейді. Белгісіздік болғаннан кейін бәрібір кішкене сенімсіздік пайда болады. Ал жеке тұлға ретінде сізді адамдар танитын болса, мысалға сіз контентіңізде 6 баламның бар екенін көрсетсем, мен олармен қалай жұмыс жасап жатырғанымды көрсетсем, қандай ана екенімді көрсетсем, қандай жар екенімді бөлсем күйеуіме, қандай келін екенімді бөлсем деген сияқты. Осындай бір сізге жақындық пайда болғаннан кейін, бұл егер сіздің кәсібіңіз бар, кәсіби жеке брендіңіз бар болса, міндетті түрде жеке бренд қалыптастыруға кеңес беремін. Ал егер жеке брендіңіз бар, мысалға CoinGulzok болатын болсаңыз, кәсібіңізге бренд қалыптастыруға кеңес беремін. Мен Гүлзат Өтемісқызы болып танылғаннан кейін барып, CoinLife компаниясын аштым. CoinLife деген жеке брендімді шығарған кезде маған сатылым жасау, серіктестер жинау қиын болған жоқ. Себебі мені уже танитын, мені тұлға ретінде қабылдайтын, маған сенім артатын менің көрермендерім, оқырмандарым бар болды.
сол сияқты егер сіз жеке тұлға болып қалыптасатын болсаңыз, жеке кәсібіңіз дамитын болады. Ал егер жеке кәсібіңіз бар болса, сізге деген клиенттердің сенімділігін арттыру үшін жеке бренд міндетті түрде қалыптастыру керек болады. Жалпы жеке бренд кез келген салада ерекшелену және табысыңызды жаңа бір деңгейге көтеру үшін керек дүние ғой. Бүгінгі шығарылымдағы осы видеоны пайдаланып, жеке брендіңізді қалыптастырыңыз дегім келеді. Одан бөлек те қандай да бір осы каналда сұраққа жауап алғыңыз келеді, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз, лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз, және де әдеттегідей біздің каналдың спонсоры CoinLife компаниясынан сыйлығымыз бар. Алғашқы болып өзінің комментарийға инсайтын жазып, Instagram парақшасында отметка жасап, осы каналдың сілтемесін қойған 3 оқырманға CoinLife компаниясының өнімдері сыйға тартылатын болады. Келесі шығарылымда кездескенше пайдаларыңызға жарасын.